Бәріңе сәлем, сіздермен Әсем. Бүгін мен сіздерге топ мүшелерін таныстыратын боламын. Олай болса, кеттік! Дәл қазір мен біздің топ мүшелері оқитын мектептемін. Сіздерді олармен біртіндеп таныстыратын боламын. Ең бірінші сіздерді тобымыздың сценаристі Камитова Аяулымен таныстырғым келеді. Аяулым осы фильмнің сценаристтерінің бірі болып келеді. Бәріміз білетіндей, сценарий жазу бұл оңай жұмыс емес. Ал Аяулым, саған сценарий жазу қиындық тудырды ма? Барлықтарыңызға сәлем. Жоқ, сценарий жазу өте қызыққа толы сәттер болды. Кішкене қиындықтар болды. Жұмыстың ешқандай оңай болмайды. Қиын жағын айта кететін болсам, сіздерге суретші отқан кейіпкерді сіздерге барынша жеткізу, оған мінез құлықтарын сай қылу, ол бізге кішкене ғана қиындықтар осының бірі. Менің болашақ мамандығым журналистика саласы, сол себепті маған оңайға түсті, өйткені менің саламның бір бөлігі бұл сценарий жазу. Ең керемет, сіздерге бұйыртса ұнайды деген ойдамыз. Күтіңіздер, сау болыңыздар, рахмет. Рахмет. Енді Ақанмен таныстырсам, Ақан біздің топтың дыбыс операторы болып келеді. Ақан, өзіңе сұрақ, саған біздің топта жұмыс жасау ұнай ма? Ұнайды. Өйткені мұнда әр съемкада өзінің бір қызықты сәттер болады. Яғни бұл тек қана дыбыс оператор болғандықтан тек қана дыбыспен жүретін жұмыс деп ойлайды, бірақ дейтін өте қызықтары мол болған жерде бұл өте қызықты жұмыс өзіме. Яғни саған біздің топта жұмыс жасаған ұнайды, иә? Бізге де Ақанмен жұмыс жасаған ұнайды, себебі ол топта біздің көңіл күйімізді әрқашан көтеріп жүреді. Дәл қазір мен сіздерді тобымыздың визажисті Заринамен таныстырсам. Зарина біздің топтың визажисті, және Заринаның арқасында біздің басты кейіпкерлеріміз әрқашан әдемі болып жүреді. Және Заринаға қояр сұрағым, Зарина, саған біздің топтағы сенің өзіңнің жұмысың ұнай ма, яғни жасап жатқан? Да, мне очень нравится своя работа, красить людей. Все. Қателеспесем, сен осы оқуында жазда оқып келген сияқтысың, яғни сен өз ісіңнің профессионалысың, иә? Заринаға үлкен рахмет, себебі расында да Зарина әрқашан бізге көмектесіп, түсірілім кезінде бізді әрқашан әдемі қылып жүреді. Мен сіздерді тобымыздың тағы бір мүшесі Ернар мен Сымбатпен таныстырғым келген. Алайда Сымбат бүгін жоқ, бірақ та мен оны сіздерге міндетті түрде таныстыратын боламын. Ернар біздің топта көмекші қызметін атқарады. Ернар әрқашан бізге көмектеседі, және топтағы оның орны өте бөлек. Ернар, саған келетін болсақ, саған топта бізбен бірге жұмыс жасау ұнай ма? Әрине, ұнайды. Әрине, Go Next тобы ол өте жақсы топ деп ойлаймын, менің ойымша. Go Next тобы, мен әлі сенемін, Go Next тобына, Назерге сенемін, что біздің тобымыз әлі көптеген бағыттарды, сындарды сындырады деп ойлаймын. Рахмет үлкен, біз де бұған сенеміз. Go Next-ің әлі алда қойған мақсаттары жетеді, және солардың барлығына сенің қолдауымен, сен секілді көмекшілеріміз арқасында жетеміз деп ойлаймыз. Рахмет. Зарина біздің тобымыздың блогері, яғни осы біздің Go Next тобында болып жатырған жаңалықтармен сіздермен бірге біздің YouTube каналымызда бөлісіп отырады. Зарина, саған сұрақ, саған блогер болған ұнай ма? Яғни бұл саған ұнайтын жұмыс па? Сен жоғары сынып оқушысы болсан да, саған осылай көпшіліктің алдында солай сөйлеп, ұнаған, өзіңе сол жұмыс ұнай ма? Иә, ұнайды. Бірақ көпшілік камераға сөйлеу өте қиын болды маған ең басында, бірақ сосын үйреніп кеттім. Яғни саған бұл жұмыс өзіңе ұнайды, сен әлі де жалғастыратын боласың. Сол үшін де YouTube каналымызда Заринаның блогтарын көріңіздер. Сіздерге уәде бергенде, сіздер Сымбатпен таныстырғым келіп тұр. Сымбат та Ернар сияқты біздің тобымыздың көмекшісі. Сымбат деген әрқашан бізге қолдау көрсетеді, көмектеседі, және әр түсірілім сайын бізге тәттілермен шай әзірлеп жүреді. Соның арқасында біздер салқын күндері әрқашан жылынып жүреміз. Сол үшін Сымбатқа үлкен рахмет. Ал енді Сымбат саған деген біздің топта жұмыс жасаған ұнай ма? Осындай адамдардың арасында, яғни біздің топ саған ұнай ма? Әрине, өте қатты ұнайды. Саған осылай бізге қолдау көрсеткен ұнай ма өзіңе? Иә. Яғни бұл сен өзіңнің қалауың, иә? Иә. Сымбатқа үлкен рахмет. Сымбаттың әлі де тәтті шайларын ішетін боламыз.
Өздеріңіз көргендеріңіздей, біздің топ көп жастардан құралған. Олардың көп бөлігі мектеп жасындағы оқушылар. Алайда соған қарамастан біз үлкен бір отбасыдаймыз. Әрқашан бір-бірімізге көмек беруге дайынбыз, және де сіздердің де біздерге қолдау көрсетіп жатырғандарыңызға үлкен рахмет. Осы видеоның соңында біз өз реквизиттерімізді және Patreon'дағы парақшамызды қалдырамыз. Олай болса, кездескенше!